Ревматизмдік қызба А тобына жататын бета-гемолитикалық стрептококктардың әсерінен дамитын, сонымен қатар жүрек қан тамыр жүйесі басым зақымданатын дәнекер тіннің қабыну ауруы. Ревматизмдік қызба түсінігіндегі ревматизм буын, бұлшықет, дәнекер тіннің қабынуы туралы түсінік береді. Яғни бізде жүректе ол ревмокардитті және де ревматикалық жүрек ақауын тудырады. Енді этиологиясына келетін болсақ, оның негізгі этиологиясы А тобына жататын бета-гемолитикалық стрептококк. Оны басқаша стрептококк пиогенез деп атайды. Оның екі түрлі антигендерін бөліп қарастырамыз. Ол клетка ішілік және де клеткадан тыс. Клетка ішілік деп неге аталған? Себебі клетка ішілік дегеніміз ол стрептококктың қабырғасының ішкі қабатында осы М протеин белогы орналасады. Сондықтан да клетка ішілік деп аталады. Одан кейін клеткадан тысқа стрептолизин О, стрептолизин С, стрептокиназа, гиалуронидаза жатады. Осылардың ішінде стрептолизиндер эритроциттердің жарылуын және де жойылуын тудырады, яғни гемолизді тудырады. Бұндай гемолизді бета-гемолиз деп атайды. Одан бөлек бізде альфа-гемолиз деген бар. Альфа-гемолиз кезінде ешқандай да структураның бұзылуы болмайды, ішінара эритроциттердің зақымдалуы жүреді. Осы бізде стрептококктар тыныс жолдарына түскеннен кейін, тыныс жолдарына түсіп, стрептококкты фарингитті немесе ангина, танзелитті де тудыруы мүмкін. Осы стрептококкты фарингит 2-4 аптадан кейін бізде ревматизмдік қызбаның дамуына алып келеді. Қанда стрептококктық антигендер, стрептококктық антиденелер пайда бола бастайды. Оның этиологиясына тек қана стрептококктар емес, сонымен қатар тұқым қуу бейімділігі де маңызды рөл атқарады. Біздің организмімізде, яғни тұқым қуу бейімділігі дегеніміз, осы стрептококктар түскен кезде оларға қатты жауап қайтаратын гипериммунды жауаптың болуы, сонымен қатар ауыратын адамдардың иммунды комплекстерге және де аутоиммунды комплекстерге икемді болуы бізде тұқым қуу бейімділігін білдіреді. Енді біздің организмімізде стрептококктық антигендер пайда болды. Оларға қарсы стрептококкқа қарсы антиденелер түзіледі. Сонымен қатар комплемент жүйесі қосылады. Осы стрептококктық антигендер, стрептококкты антиденелер және де комплемент жүйесі үшеуі бірігеді, бізде иммундық комплекс құрайды. Иммундық комплекс қан арнасына түсіп, одан микроциркуляторлы арнаға түсіп, одан жүрекке келіп, жүректің, миокардтың және де дәнекер тіндердің қабынуын тудырады. Бұл кезде антидененің әсер етуі осындай. Одан кейін бізде негізгі механизм ол молекулярлы мимикрия деген механизм. Молекулярлы мимикрия дегеніміз бізде стрептококктың ішкі қабатында түзілетін М протеин белогы антигендік белсенділігі өте жоғары. Антигендік белсенділігі жоғары болғандықтан оған қарсы иммундық жүйе де, иммундық системаларда жоғарылап кетеді. Иммундық жүйесі жоғарылағандықтан иммундық реакция да жоғарылап, антиденелердің түзілуі жоғарылайды. Антиденелер қалыпты жағдайда осы М протеинді жою үшін, яғни стрептококктың антигенін жоюға бағытталған. Ол сонымен қатар біздің клеткамыздың тініндегі рецепторлармен де байланысады. Бұны неге дейтін болсақ, бізде молекулярлы мимикрия деген ұғым бар. Біздің ағзамыздағы тін мен бутин дененің биологы, яғни бұл жерде бутин дене биологы деп отырғанымыз бізде М протеиндер. Осы екеуі бір-біріне ұқсас болады. Немесе басқаша айтатын болсақ, тін мен бактерияның антигені, яғни стрептококктың антигені, немесе стрептококктың антигендері бір-біріне ұқсас болады. Осының ұқсас болуынан бізде түзілген антиденелер М протеинге шабуыл жасаудың орнына сонымен қатар бізде тіндерге де шабуыл жасайды. Бұл кезде антиденелер аутоантиденелер деп аталады. Өз тіндерін зақымдайды да бұл жерде қабыну тудырады. Енді бұл кезде 4 негізгі мүше бар. Ол жүрек, буын, тері, ми. Осы 4-еуінде қабынуды тудырады. Яғни жүректе миокардты және клапандарды зақымдайтын болып келеді. Осыдан біздің организмімізде иммунды қабыну пайда болады. Иммунды қабыну бізде екі көрініс арқылы көрініс береді. Ол біріншісі қанда лимфоциттердің көбеюі, екіншісі ол баяу дамитын үстеме сезімталдық немесе баяу дамитын гиперреакция деп аталады. Осының нәтижесінде бізде ревматизмдік қызба дамиды.